салауат айтып отбасын сақтап қалған келіншек. Менің бұл оқиғам мүмкін біреу болмаса біреуге пайдасы тиер деген ниетте оқырманмен бөлісуді жөн санадым. Иә, біз де көп бақытты жастар секілді адал ақ некемен мешітке барып, имамға некемізді қидырдық. Аллаға шүкір, менде де, жолдасымда да 5 уақыт намаздамыз. Алла мен пайғамбарды таныған соң, жаратқанның жарлығына қарсы келмей, әмірлерін орындап, сүйікті пайғамбардың сүннетіне сай өміріміз өтіп жат. Отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Кейде жолдасым мені ренжітсе, дәрет алып, бірден Құран оқуға кірісіп кетем. Жолдасым әуел баста түсінбей жүрді. Кейін бұған да үйреністі. Ренжітсе болды, хатым оқимын. Тым болмаса, жаттаған сүрелерімді қайталап, қосымша сүре жаттайтынмын. Аллаға шүкір, елімізде сан түр мен айтайын дейтіндей, сайдың тасындай іріктелген, білікті де білімді имамдарымыз бар. Мен солардың уағыз насихаттарын тыңдап жүретінмін. Ас пісірсем де, үй жинасам да, кір жусам да, әйелдің ерінің алдындағы міндеті туралы уағызды тыңдап жүретінмін. Сол уағыз насихаттан бір имам пайғамбарымыздың бұл жерде пайғамбарымыз деп пайғамбарға деген махаббаттан айтып жатырмын. Бұлай деген екен: пайғамбарымыз әйел адам ер намысын сақтап 5 уақыт намазымен Алланың әмірлерін орындап күйеуіне бой ұсынса, жәннаттың 8 есігінің қалағанына кіреді дегенді естіп, естел дертім жолдасымды разы қылу болды. Жатсам да тұрсам да жолдасымды разы ету болды. Миымның іші толған жолдасымды разы қылсам деген күндіз түні мазалайды. Тіпті мына әлем менің жолдасымның разылығы үшін тұрғандай. Бір қызығы, жолдасым таңертең жұмысқа кетеді, кешке келеді. Құдды мен оның әйелі емес, үй қызметшісі секілдімін. Маған еш мән бермейді. Мен оның ас суын дайындап, кір киімін жуып, асты үстіне түсіп жүремін. Бұлай қарап тұрсам, мен бір жеке әлем боп кетіппін. Тек жолдасым соны разы етсем, пайғамбар өсиетін орындаған болам деп еңбелектеп жүре беріппін. Жолдасымның менімен шаруасы жоқ. Ішіп жеп, жұмыс деп жүре беретін. Тіпті бізде отбасылық күн, отбасылық жоспар деген атымен жоқ. Жолдасым жалпақ тілмен айтсақ, маған мүлде мән бермейді. Арамызда онша емес, суып барады. Ара қатынасымызға да мән бермейді. Жолдасым отбасылық өмірге мән берер түрі жоқ. Амалдың жоғынан бұл мәселені ертерек қолға алмасам болмады. Жақсы жаққа отбасымды бұрып сақтап қалуым керек. Бармаған психологтарым қалмады. Бәрі келісіп алғандай бір сөзді айта берді. Маған отбасын сақтап қалу оңайға соқпады. Жолдасыммен қанша мәрте сөйлестім. Еш нәтиже шығар емес. Ең соңында мешітке бардым, имамнан сұрайын деп. Барсам, имаммен бірге бірнеше әйел кісі бар екен. Бір әжейге дем салдыруға келген екен. Оларға сәлем бердім де, имамға 5-6 минут уақытыңызды алсам бола ма деп қасымдағы әлгі әйел кісілерден рұқсат сұрап алдым. Имамға оқиғамды бастан аяқ баяндап бердім. Имам сөзімді тыңдап болған соң, қарындасым, өзің де дінді жақсы біледі екенсің, бірақ бір жерден үлкен қателік жасапсың дегені сол-ақ екен, көзім шаранасынан шығып кете жаздады.
Оны байқап қалған имам тек бір нәрсенің орнын ауыстырып алғансың. Мен түсінбей аңтарылып тұрмын. Имам болса, менің қандай жағдайда тұрғанымды білсе керек. Қарындасым, сен тек Алла разылығы мен жолдасыңның разылығы осы екеуінің орнын ауыстырып жібергенсің. Негізі біріншіде не нәрсе болса болсын Алланың разылығы деген еді. Мен сол кезде бірақ түсіндім қателігімді. Имам сөзін жалғап, пайғамбарға көп салауат пен сәлем айтып жүр. Иманың артып, отбасыңа береке дариды деп сөзін аяқтады. Мен сол күннен бастап салауат пен зікірді тастамай айтып жүрмін. Тек берекеті мен молшылығын көріп жүрмін. Тіпті мен намазда тұрған кезде де жолдасымның разылығын ойлап тұратын едім. Қателігімді енді түсіндім. Имамға рахметімді айтып шығып бара жатсам, артымда отырған әйел кісі жылап отыр екен. Мүмкін менің өмірім қатты әсер еткен болар. Мен сол күннен бастап тамақ жасасам да, кір жусам да, үй жинасам да Алланың разылығы үшін жасап бастадым. Бір күні кешкі аста жолдасыммен бірге отырғанымда, жолдасым менің кешкі асымды ішіп отырып, жүзіме қарап жымиып, жасаған тамағың қандай керемет дәмді, қандай әдемі көріктісің дегенде, қызарақтап көзімнен ыстық жасым ыршып шығып кетті. Себебі жолдасымның бұндай жақсы жылы сөз естимін деп ойламадым. Мұның барлығы Алланың арқасы. Қазір арадан 3 жыл өтсе де, арамыз әлі күнге дейін суыған емес. Күн өткен сайын гүлденіп, әдемі отбасы болып келеміз. Алла баршамызды тіл көзден сақтасын. Елімізде ажырасу атымен болмасын. Әйелдер жесір, балалар жетім болмасын. Құрметті әйелдер қауымы, барлық ісіміз Алла разылығы үшін болса екен деп тілеймін. Назарларыңызға рахмет.